Келесі есеп 29-шы есеп. Тауардың бағасын 40% арзандатып, бір айдан кейін 20% қымбаттатты. Осыдан кейін тауардың бағасы 288 теңге болды. Тауардың бастапқы бағасы қандай дейді. Онда жалпы бізге айтады, бізде бір X дейтін тауар болды басында. И оның бастапқы бағасы бізде 100% болады да. И оны бізде 40% арзандатты. Яғни одан кейін оның бағасы X2-міз уже біздің не болады? 60% болады. И бір ай өтеді. Бір айдан кейін оны 20-ға қымбаттайды. Сонда біздің бұл X2-міз уже мына жақта жаңадан бастаймыз да. 60% 100 деп аламыз да оны. Оны бір айдан кейін 20-ға қымбаттатып тұрады. Сонда ол 120 болады. Яғни бұл дегеніміз X-міз X3. И осыдан кейін тауардың бағасы 288 болды. Яғни айтқанда X3-міз біздің 288 теңге болады екен. 288 теңге ол 120%. И осының 100%-ын тауып аламыз. И ол 100%-ымыз мына X2-ге тең 60%-ына. И сөйтіп тауардың бастапқы бағасын табамыз, иә. Пропорция бойынша мына екеуі астына кетеді. Сонда біз X-ті тауып аламыз. X2-ні. Ол бізде 120. Так, 288 көтілген 100-ге. Бөлеміз. Так, 2-ден берем 5. 6. 6-ны 288-ге бөлеміз. Так, 4-тен берем 24. Сонда 48 шығады. 48-ді мен 5-ке көбейтем. Ол менде 240 шығады. 240. Так, менде сонда X2-м 240-қа тең болыпты. И мына жерден бұны уже 240 деп аламыз. Түсініңдер ғой, жалпы ойын. Басында 100%-ді 60%-ға арзандайды, 40%-ға арзандайды да, ол 60 болады. И енді осыны біздің 100%-ын тауып керекпіз. Пропорцияға қоямыз. X тең болады 60 бөлінген 240 көбейтілген 100-ге. Так, нөлдерін қысқартып тастаймыз. 240-ты мен 6-ға бөлем, ол менде 40 шығады. 40-та мен 10-ға көшсем, онда 400 шығады. Сонда тауардың бастапқы бағасы менде 400 теңге болған екен. Ол менде Б нұсқасында тұр.